Қадір түні қашан болады? Қасиетті Рамазан айында мұсылмандар асыға күтетін ең ұлы түн Қадір түні. Бұл түннің қадірі мен қасиеті ерекше. Себебі дәл осы түні адамзатқа тура жол көрсетуші қасиетті Құран түсіріле бастады. Сондықтан бұл түн мың айдан да қайырлы деп баяндалған. Қадір түні дегеніміз не? Қадір түні арабша ләйлатул қадір, яғни қасиетті, ұлы түн деген мағынаны білдіреді. Қасиетті Құран кәрімдегі Қадір сүресінде Қадір түні мың айдан қайырлы деп айтылған. Мың ай шамамен 83 жыл. Бұл дегеніміз, бір түнде жасалған құлшылық 83 жыл бойы жасалған ғибадаттан да артық сауап әкелуі мүмкін деген сөз. Қадір түні қашан болады? Ең маңызды сұрақ Қадір түні нақты қай күні? Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын, хадистерінде Қадір түнін Рамазан айының соңғы 10 түннің тақ түндерінен іздеуге кеңес берген. Яғни 21-ші түн, 23-ші түн, 25-ші түн, 27-ші түн, 29-ші түн. Көпшілік ғалымдардың пікірі бойынша 27 түн Қадір түні болуы ықтимал деп есептеледі. Бірақ нақты күн жасырын. Неге? Себебі мұсылман баласы тек бір түн емес, бірнеше түн бойы құлшылыққа ынталансын деген даналық бар. Неге нақты күн айтылмаған? Егер Қадір түні нақты бір күн деп бекітілсе, адамдар тек сол түнді ғана ерекше өткізіп, қалған түндерді елемеуі мүмкін еді. Ал оның жасырын болуы соңғы 10 түнді түгелдей ғибадатпен өткізуге ынталандырады. Бұл үлкен хикмет. Қадір түннің белгілері ғалымдар хадистерге сүйене отырып, Қадір түннің кейбір белгілерін айтқан. Түн тыныш, жайлы болады. Ауа райы жұмсақ, тым суықта, тым ыстықта емес. Күн шыққанда сәулесі жұмсақ болады. Бірақ бұл белгілерді тек болжам ретінде қабылдау керек. Ең дұрысы барлық тақ түндерде құлшылық жасау. Қадір түнінде не істеу керек? Намаз оқу, Құран оқу, дұға жасау, тәубе ету, салауат айту, садақа беру. Пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбар жұбайы Айша анамызға осы түні мына дұғаны көп айтуды үйреткен. Аллахумма иннака афуун, тухиббул афуа, фафу ани, уа, Алла. Сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, мені кешіре көр. Қадір түні тағдыр түні ме? Кейбір тәпсірлерде бұл түні бір жылдық тағдыр жазылады делінеді. Періштелер жер бетіне түсіп Алланың әмірлерін орындайды. Сондықтан бұл түн дұға қабыл болатын ерекше уақыт. Әйелдерге қатысты. Етеккір кезіндегі әйел адам намаз оқымаса да дұға жасай алады, зікір айта алады, тәубе ете алады, діни кітап оқи алады. Сондықтан ешкім бұл түннің сауабынан құр қалмайды. Қорытынды. Қадір түні Рамазан айының соңғы 10 түннің бірінде, әсіресе тақ түндерде жасырылған. Ең ықтимал түн 27-ші түн, бірақ нақты белгісіз. Сондықтан соңғы 10 түнді бос өткізбей, құлшылыққа арнау ең дұрыс амал. Алла тағала бізді Қадір түннің сауабынан құр қалдырмасын, әмин.